жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсе, алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Ошырған соң қарыңмын, қияға шырқарыммын, бәйгеге өзім қосқан тұлпарыңмын. Анашым шалқып күлсе,
алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Қорғаным өзің деймін, жандауа сөзің деймін. Анашым, сен ойласам көз ілмеймін. Анашым, шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Bismillah, söz başladım Arapçalak. Komsun dep, Kazak kabak, Alaş kabak.
Періштелер сіздер жайлы сөз қозғасын, жаратқанға жеткізсін бар арқалап. Кештеріңіз кешкі болсын деп айтайын, осымен сөзімді мен сабақты бар. Баршаңызға Алланың нұры жаусын. 100 жылдық асты бастайық, ағайын қазақшалап. Ассалаумағалейкум, құрметті қадірменді қонақтар, алыстан жақыннан келген бүгінгі 90 жылдық, 100 жылдық асқа жиылған жалпы мұсылман жамағат. Бүгін енді өздеріңізге белгілі, өздеріңіздің көз көрген бар. Бүгінгі ортамыздан қарсақ ұлы Оразымбет атамыздың 100 жылдық асы. Сонымен қоса жұбайы, жары тірегі, көшелек қызы Гүлай әжеміздің 90 жылдық асы. Бүгін енді еске алу кеші, құрметті ағайын, Шөмекей, Бозғылдан Жауғашты, Жауғаштыдан Тұрсын туады. Соның ішінде бірі бірегейі балқылардың ел таныған ұлы ұлтты қазақ Сәмет Балқы руынан әкеміз Қарсақ ұлы Оразымбет атамыз 1926 жылы дүниеге келеді екен. Жастайынан ағаларына қой бағуға көмек беріп шаруа болған. 1950 жылы анамыз көшелек қызы Күлаймен отау тігіп шаңырақ құрады екен ағайын. Әкеміз шоферлік оқып, аз ғана машина жүргізген. Содан машинаны тапсырып, Тамды ауданы, Тамды совхозы номер 2-ші шарықты фермасында сезондық жұмыстарды істеген. Сондай-ақ баштальон болып жұмыс жасап, зил моторын жөндеп моторист болған. Ауыл шаруашылығын сумен қамтамасыз еткен кісі болған дейді. Соңғы жылдарда 1970 жылдары дертке шалдығып, 1975 жылы 40 жасында өмірден озады екен атамыз. Оразымбет пен Күлайдан Құдайдың бергені бұл өмірге 9 бала дүниеге келеді екен. 7 ұл, 2 қыз. Сол әкеміз бен анамыздың соңынан дұға оқып отырған бүгінгі таңда ұрпақтары, ұл қыздары 100 жылдық, 90 жылдық асқа алдарыңызға дастархан жайып отырған жайы бар. Әкеміз қайтыс болғаннан кейін анамыз, Күлай анамыз дейді, 9 баланы асырап, олардың өмірін қамқорлықпен тәрбиелеп, ұлдарын ұяға, қыздарын қаяға қондырып өсірді. Әкеміз көре алмаған қызықты көріп, немере, шөбере сүйіп, 2004 жылы сұм ажал 68 жасында өмірден алып кетеді. Қазіргі таңда 9 баласы өз отбасыларының қызығын көріп, немере, шөбере сүйіп отыр. Жеңгелеріміз бен әжелеріміз бен түтінін түзе ұстап отыр екен. 6 ұл, 1 қызы Қазақстан елінде қоныс аударып сол жақта жасайды. Ал 1 ұл, 1 қыз осы өзіміздің Өзбекстан елімізде жасайды. Оразымбет атамыз бен Күлай әжемізден 9 бала, 35 немере, 76 шөбере, 3 шөпшек дүниеге келеді. Шапалақ ұрайықшы. Рахмет, бір аунап тұрған шығар. Бүгінгі таңда сіздер танитындарыңызға, танымайтындарыңыз бар ардақты ағайын. 90 жылдық, 100 жылдық ас беріп жатқан өздерінің ұрпақтарын арнайы далаға шығартып, себебі есімдерін атап ортаға шақырғанды жөн көрген бұл той емес, айғайлап дегенмен бір шапалақ ұрып отырсаңыздар болады. Балалар және отбасы үлкен ұлы Таңжарық атамыз бен Пернеш әжемізді Қостанай облысы Жетіқара қаласынан ұл қыздары мен немерелерінің ортамызға қарсы алайықшы. Шапалақ ұра беріңіздер деп жатыр. Той бит бүгін. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Кеп тұрып алыңыздар. Екінші ұлы өздеріміздің осы Өзбекстан елінде жасап жатқан, осы елде туған туыстарымен ата-анасының артынан дұға етіп жасап жатқан Қанатбай атам, жан-жары Гүлшира әжем, Өзбекстан, Тамды ауданы, Жыңғылсай ауылы. Келіңіздер. Бәрекелді, Құда жолдарыңыз қабыл болсын. Үшінші ұлы Әбубәкір атамыз, жан-жары Гүлмайраш әжеміз, Қостанай облысы, Жетіқара ауылы, Жетіқара қаласынан келіп отыр. Ұл қыздарымен, немерелерімен ортаға келсін қане. Ұрпақтары міне.
kele жатыр ортамызда. Üçüncü ulu Sorau Қазақстаннан келіп отыр екен ағайын. Бәрекелді, Алла қабыл етсін, ассалаумағалейкум. Үлкен қызы Нұрсұлу апам, жұбайы Орынбай атаммен Мұрынтау қаласынан келіңіз ортаға. Ол қызды келіңіздер, Оразбек ағамыздың мінеки қыздары, немерелері айтып бәрекелді. Одан кейін екінші қызы Күнсұлу апам, жұбайы Әшімбек атам Қостанай қаласынан келіп отыр екен. Құрмет қошеметтен қояқ. Бүгін жылдағысына келіп отыр. Ой, бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Қабыл болсын. Төртінші ұлы Құрбан атам, Жанжары Гүлнар әжем, Астана қаласы. Оразымбет атамыздың төртінші ұлы. Мен қошеметте қойсаңыздар болады. Келіңіздер. Бесінші ұлы Құдай берген ұлы Нұрлан ағамыз, Жанжары Гүлжамал жеңгем, Қарағанды қаласы. Қарағанды елінен келіп отыр, әке шешесінің басына дұға едім деп. Алла қабыл етсін. Алтыншы ұлы Нұрадин ағамыз, Жанжары Гүлзира жеңгеміз, Қостанай облысы, Рудный қаласы. Жадырған ұлы келіні немерелері бәрекелді. Сәлем салмады. Көп жасаңыздар да бір шапала болып қойыңыздар. Көп жасадың енді шапала болып қойсын. Бәрекелді. Ең соңғы последний патронны Кенжетайы, Еркетайы, менің единный нағашым. Бүгін енді арнайы Қазақстаннан келіп отыр екен. Шаңыраққа ие болып қалатын оның аты Ұлғышырдың қашанда. Кенжетай ұлы Қара Шаңырақ Жангелдіға, Клара жеңге, Қостанай қаласы. Бәрекелді. Екі қыз тәрбиелеген атам мен әжем, сол кісілер мінеки ізін әкең өлсе де әкеңнің көзін көргендер өлмесіндер. Ұрпақтары, ұл қыздары, немере шөберелері ұрпағын жалғап, сол кісілердің көре алмай қызықтарын осы кісілерге нәсіп етіп, баршаларыңызға құтты болсын. Бүгін 90 жылдық, 100 жылдық астарыңыз Алла тағалам қабыл етіп, үйлеріңізге періште орнасын, жүректеріңізден иман, төрлеріңізден мейман кетпесін. Бұл кісілер кім деп тұрған шығарсыздар? Бұл кісілердің бәрі менің нағашыларым. Мен Сәметтен туған ағайын. Барлықтарыңызға жиын боламын. Бүгін бір қызметтеріңіз менің атымнан болсын, нағашыларымызға. Баршаларыңызға рахмет. Алыстан келген, жақыннан келген немере шөбере ұл қыздары, келін күйеу балдары. Танып алыңыздар ма? Бір қат шапалақ ұрыңыздар, орындарына жайғассын. Оразымбет атамның ұрпақтары. Рахмет, орындарыңызға отырып алыңыздар. Қазір рұқсаттарыңызбен Құран бағыштап, одан кейін асыңызды таратамыз. Тұрып алыңыздар. Бір фотоға түсек дейді. Бұны қанар құдауыз бүгін өткен аруақтарының ата бабасынан 90 жылдығы 100 жылғын істеп садақа беріп отыр, садақасы қабыл болсын дейміз. Садақаның несі бір сілеуат қой. Аруақтарға бір сілеуат оқып жүрейін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين والغادرة المستقيمة تنزيل الذي الرحيم تنزيل كما مقادير أباهم غفلا لقد خلصهم وهم ذمين إنا جعلنا بأيديكم صدرا ومن خلفهم صدرا وبشرهم وهم يكفرون وسبعهم اللهم أنزلنا سهم أن لم تبرهم ضيمين إنما تنزل ما استوى ذكره وخشرح منا والغيب وشرحه وخلص وجران كريم إنا نحن نختار مقدم السرخ وكل شيء نفسنا وإمام بسم الله الرحمن الرحيم
أمان رسول بما أنزل إليكم من ربكم والمؤمن بالأمان والأخي وعليقة واكتب رسول كل فرق بين غدين بيد رسول وقالوا سميخ أو تخنا قبرين لأبنى الله بسم الله الرحمن الرحيم الذين أمنوا أغيث الصلاة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا واتنا واتنا وحسنتنا احنا اعذر الله الشيء وقنت وتغنى وصلنا بير بسخن جزء تصل جزء صدقنا الله قبول صدقه قبول واسمعوا منه Ағайын, бүгін енді садақа жайылған дастарханға қош келдіңіздер. Қазалдарыңызға осы садақамыздың 100 жылдық асымыздың асын таратамыз. Қабыл етесіздер. Мен енді ортаға арнайы осы қазір арамызда сәметтердің үлкені деп көшіріп атамды алып келіп отырмын. Осы 100 жылдық 90 жылдық істеп жатқан бүгінгі үлкен атамыз Оразымбет атамыздың, Күлай әжеміздің көзін көргендер бар. Сол кісілермен замандас болғандар бар, сол кісілермен араласқан бір ауылда тұрған кісілер болса, кеп бір сөйлеймін деген кісілер болса келсеңіздер болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Біз енді көшіріп атам келіп отыр. Өзіміздің туысым ғой дейді, туысым жайлы осы ортаға халыққа бір әңгіме айтайын деп келіп отыр. Ешкім ешқайда кетпесінен әлі Құран оқытылады, содан кейін қонағасымыз бар. Сол қонағасымыздан ауысып кетесіздер деп жатыр. Келіңіз көшіріп атам. Міне құрметті қонақтар, мына менің туысым Оразымбет ағам менен жеңгем Күлайдың 100 жылдық 90 жылдық асына келіп отыр екенсіздер. Құрметтеріңізге рахмет. Ағам менен немере жыңғылда өскен, енді бұл өмірбаянын мен толық білмеймін айтып. Ағам ешкімменен аласы бересі жоқ, сондай адам жігіп болған. Күлай жеңгемде сондай жеңге болған. Екеуінің не деймін, жатқан жерлері жайлы топырақта торқа болсын. Барлықтарына құрмет етіп келгендеріңізге рахмет. Жатқан жерлері жайлы топырақтар торқа болсын. Сізді өмірбаяныңызды туғыз екеніміз жақсы. Рахмет, қошеметтеп қойыңыздар. Көшіріп атамызға, ағасының жеңгесіне деп жатыр сөйлеп. Енді Күләмді әжем қайда? Күләмді әже сізді шақырайын деп отырмын ортаға. Осы Күләй әжеміздің көзін көрген деп жатыр. Өзінің абысынына дейді бір әңгімесін айтып берсін. Одан кейін алғастыра береміз. Шапалақ ұрып қойыңыздар Күләмді әжемізге. Құрметті қонақтар, ассаламу алейкум. Бүгін менің абысыным мен қайнағамның 90 жылдық мерейтойына қош келдіңіздер. Ұрпағымен Алла 100 жасайды дейді, біздің ұрпақтары бар екен. Қайнаға мен шешейдің балдары келіп, сонау Қазақстан елінен садақа беріп жатыр. Садақаларыңыз қабыл болсын. Барлықтарыңызға да. Шешейдің көзін көріп, сарқытын ішіп,
бірге жасап, әңгіме айтып отыратын едік. Алла алдынан жарылқасын. Мына ізіндегі балдарына үлкен көзқарасын қадап, дені сау балдардың өмірі ұзақ, келешекте осындай тойларды жасай берсін. Не дейміз балдарға? Рахмет айналайын жандарым. Барлықтарыңа Алла риза болсын. Рахмет, қошемет деп қойыңыздар. Рахмет, Енді ортаға құрметті ағай дос бауырлар, таң ата атамызды шақырайық, Майрамкүл әжемізді шақырайық. Сол кісілерді бір сөйлейміз деп жатыр екен. Ортаға келсін құрмет қошеметпен, таң ата атамызды Майрамкүлдей әжеміз келсін ортаға. Бір тамаша өзінің ішіндегі лебіздерін айтып берсін деп жатырмыз. Келіңіз, ассалаумағалейкум. Құрметті қонақтар, бізге біздің соңғы ел отырған себебіміз асылағанымыз бен жеңгеміздің есіне барсам тілек білдіріп жатыр. Неге сол тілектеріне өте қосыламыз. Оразымет ағам деген 75 жылы армиядан келгенде енді Құлақтар жатыр ма екен, сондай екен төсекте. Ол кісінің еңбекте істеген жұмыстары көп. Складта істейтін еді. Оның үстіне мына жеңгеміздің істеген жұмыстары да сол кісіге жәрдемші болып істейтін еді. Содан тоғыз баланы асырады ғой мына жеңгеміз. Енді бұл жеңгеміздің еңбегі ағамыздан да күштірек десек те болады. Себебі қанша жүрсе де сол балдарды асырап өсірді. Біз армиядан келген уақытта ол кісі істейтін еді. Сонымен үшінші бұл кісілерді еш уақытта ұмытпаймыз әлбетте. Бұл кісі енді ағамыздың жастау кеткен болмаса, мінекей артында қалар балдары мінекей баршылап, қазір мінекей көрсеңіздер өте бір орынды, қарадыңдар қызықты болып көрінеді. Қараңыздар, құрметті ағайын, әрі замандас бірге жүрген дейді, әрі құдағайы Күләш бар. Күләш анамыз келіп отыр, арнайы осы еске алу асқа. Менің де бір ішіндегі әңгімелерім, сөздерім бар дейді, соны бір тыңдап қалайық. Қош келдіңіз әже, сөйлеңіз. Балдар, құлалар, қабылмашылықтарынан айналайын, көзі бұлқан. Бірге жүрдік, құдағаймен бірге тұрдық, ойнап көріп жүрген. Мына балдардың істеп жатқан әрекеттеріне рахмет айналайын. Ал қашанда тойға бола берсін балдар. Сағатта қабылмасын айналайын, ағайындарын құлай болса. Құлағай болып ойнап көріп жүріп бәріміз де. Bir gün değil bundan göçeye çıktım inşallah. Kulağayımı yer aslında uyadım. Men әлі құлағайымыз не жүрмін әлі. Алла тағала алғай тойдан той, ойыннан ойын бола берсін деп жатайын. Рахмет. Шапалақ ұрып қойыңыздаршы әжеме. Алжа отырған ама, рахмет. Нешеге келдіңіз әже?
88 ба 87 ма? 87-ге қарап қойды. Осы кісінің жасын берсін біздерге. Осы кісінің бақытын берсін. Әже, ауырмаңыз, шаршамаңыз. Осындай 100 жылдық құда жоқ тойлардан ешқашан қалмаңыз. Әже 90-ға келіңіз. Әжем 95-ге келсін. Әже 100 жасқа келіңіз әже. 100-ден кейін өзіңізді ұялатын шығарсыз. Аз жас емес деп атқанымды. Рахмет, бақытыңызды берсін. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Күләш әжеге рахмет. Сіздер сөйлесіз бе? Мына бүгінгі асқа жиналып отқан қалайық жақын жоқ. Ассалаумағалейкум, сіздерге басымды иіп сәлем беремін. Қош келдіңіздер. Мына кішкентай атамыз енді бұл балдар ас беріп жатқан жаңа 7 қыз деп жатырмыз ғой. Мен атамды көрген жоқ, мен түскеннен кейін қайтқан осы. Бірақ ана енеміз Шолдардың қызы, мен апа деп маған анау айтып ұрысып сөйтіп нетеді. Мен де бір үйде бір өзім болып еркелеуге көстім. Апам сол еркелеуімді көтеретін еді менің. Асырау үшін анау сапқызда жем түсіреді, шөп, сондай малдың нелердің жағдайында. Мына менің жолдасым осы балдарға қарап, солардың тамағын істеп, нанын жауып дегенде сөйтіп қызмет қылған, сөйтіп айтып отыратын еді апам. Жатқан жері жай болсын, топырағы торқа болсын. Атамның да, апамның да арты Аллаға шүкір аман. Мына балдарының беріп жатқан астары, қызметтері қабыл болсын деймін. Олар да осы атамның несін құрметтеп ас беріп жатыр ғой. Алла қабыл етсін, сол балдардың қызығын мен де көре берейін осылардың. Сол аманшылық болсын, барлықтарыңызға алғыс айтамын. Рахмет, қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Рахмет етіңіз. Орындарыңызға жайғасаңыз. Рахмет сіздерге, құрметтеріңізге. Мінеки ортаға шығып, өздерінің іштегі тілектерін айтып жатыр. Баршаларыңызға рахмет. Аллағайын 90 жылдық 100 жылдық асты бастаған кісілерге, сол бастаған кісілерді қоштаған кісілерге, бүгін тік аяқта жүріп қызмет етіп жатқан кісілерге, баршаларыңызға, осы келген қонақтарға алтын уақытын бөліп, Алланың нұры жаусын, садақа астарыңыз қабыл етсін. Осы садақа беріп жатқан әулеттеріне тек қана той болсын. Енді біз құдайы астың, палаудың азын қайыр болу үшін ортамызға келіп отырған осы тамды елі, сыр елі, жыр еліне бергелі болған Қожеген үлкен атамыз Сәбит Қожадан бір бата тілегіміз келіп отыр. Құрметті ағайын, жастар орнымыздан тұрып алақанымыз жайайық. Әуелі Алладан, одан кейін Қожегендердің үлкені Сәбит атамыздан бата тілейік шамы. Қошеметтеп қойыңыздар. Сәбит Қожа атамыз келіп отыр. Арнайы Дәуіт атамыздың ұрпағы бүгін ортамызға. Қолымызды жайайықшы. Илахи әмін. Саламалейкум, құрметті халайық. Қанат жорамыздың жәңгеліміздің туған бажамыз болады. Апамның мамаңның 190 жылы қабыл болсын. Сіз. Жақсы. Той сені ғой, шаға сәбіз. Bismillahirrahmanirrahim. Жай қолыңды бізге бәте берейік біз сізге. Біздерден емес ерлерден сұралы қосын қожа бірлерден. Әзірет шері Омар Мұстан Әбу Бәкір Садық ерлерден. 124 мың пайғамбар, 99 мың сахаба, 28 мың машайық, 33 мың ақсар бар. 362 мың әулие солардан жәрдем етілсін. Я Құдайым қолдасын, еш жамандық болмасын, қыдыраты болсын жолдасын. Я Жәлил Жәлалат, я Кәрим Кәралат, құлым саған саламат, сақтағайсың аманат. Мәдинеде Мұхаммед, Түркістанда құл қожа Ахмет. Сыйынғаным әзірет жұмына бірлер жәрдем ет. Малы жағына 4 жақтарыңыз түгелі.
Bizden emes yerden bolsun, şuralı qosun, əbijeli olan yoldan dersin, Davud'dan qarağanlardan bol. Allah verip atkan sadakalarını kabul etki. Evvela Allah al kulum desin, baktı olsun, bar kulum desin, Muhammed Peygamber ümmetim desin, Celebi ümmetim desin. Yusuf Peygamber çünkü jorsun, Edris Peygamber istemini korusun. Arslan'da attın ömrün versin, kul koca Ahmet'tin senimin versin. Khorasan koca korgavuşun olsun, Bağzaman koca korgavuşun olsun. Seyit Mehmet koca sebekber olsun, Nusral koca babam madetkar olsun. Bakavedin Avliyeveli'den saktasın, Baba Tükte Şaşlayıcı'dan saktasın. Kanarbay Avliye Kısık'tan saktasın. Kosun koca babam Tuzuk'tan saktasın. Beketi tam baksızlıktan saktasın, Altıbay tam malasından saktasın. Kıdrat ağakaslarında bolup, Ürsben bakbaslarında bolup, İman jiygan kıyırınız bolup, Allah'dan netleseniz de dileklerini kabul etkey Allah. Allah'a jağın deseniz azandı olunuzlar, halkka jağın deseniz de kazandı olunuzlar. Taza bolsanızlar sudayı olunuzlar, su haramdı getirir. Aynalarınız suat olsun, halkka södörü kuat olsun. Ağır bolsanızlar jerdey olunuzlar, jer jahanı köderin. Ya Xudayım sizlerge kökten versin, kökten versin. Ya Xudayım sizge jazday versin, jazday verse jazday versin. Ya Xudayım sizge küzdey versin, küzdey verse üzbey versin. Ya Xudayım sizlerge kıstay versin, kıstay versin. Allah bergen padamızı kabul etsin. Örtmanda jollarını, bu kıdırada joldaslarını, Atanın arıqta bәріңіз қордап желіп жүрсін, аумин. Енді пәте бергеннен кейін бір кішкентай арық тарапынан аят бақшылар берейін. Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin arrahmanirrahim. Maliki yevmidin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdina sıratal mustakîm sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mursalîn ala sıratil mustakîm tanzilallezî ruhum. Lotunzira qawman unzira adahim fahim qabilun. Laqad haqqal qawlassarin. Laymin innema jaqalla fi asfali mahmuhum. Vajjahun baynihim saddaq wa min qidrihim saddaq fahshaynikum yafsirun. Vassaba'un aleykum anzartahum am lam tunzillaymin. Innema tunzir man ittavaz zikru khashrahmana bil ghaib wa washrab ajrayn karim. Inna mahtun muhim mahtun tuqaddarahum asraf fi ahsan imam bin. Vazrullahu musqariyati jahal mursal izarsanna ilaykum sayni. Pakazan pazanda bisalisan paqalaykum mursal qol mantık illa başarun Müslümana anzal arasında şahinden tazim, kolu oranın iklam musan, vamalayın edal balağın bugün. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la illaha illahu vel hayyul hayyul la taqil sinete ve lehu. Lahulu bis samati bil arz, menzellazi yeşfa'un. İndahu illa azina aydahum khalfahum. Yuhtina bi şeyin min ilmikum li şah. Fasıka kursun. Yahuduhu kulüsün adillazim. Bismillahirrahmanirrahim. İnneha aqtaynekal kal kavşar pesörli. La arabika umqad inne şariya khulaqtar. Bismillahirrahmanirrahim. Khulabur palahun min şerri ma khalaqa. Min şerri qasaqin zuhabu. O min şerri nafasatin pulqat. Min şerri qasatin zakasat. Bismillahirrahmanirrahim. Fazarından nasiya halqa qalmay baqiya urmiyim. Kullu qalaz anşa avallamar. Va huwa bilka halqa alim. Allah'ın şajir ağzorlarının taqidin. Abalay sallallahu aleyhi ve samavat vallarının quvalıq alim. İnnem rıqbasaman bihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allah samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allah samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allah samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sadakat Ali lazim. Subhaneke bize temmaya şeytan ve lel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ladır Kur'an salavatı iman osaqan. Katım sağırtın savabın ömürden ötken Orazım Beti ağamızın, Külay apamızın bahşedemiz. Bu kişilerge Allah'ın rahmeti söyleyip, Peygamberin şafaat değil. Aldı peş art kengis olgay. Allah kabırın Kur'an nurmen nurlandırgayız. Buna baldarının, kelinlerinin, memeri şöbülü berip atkan sadakasını Allah Teala özünüzlerge kabul etkeysiz. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana atina fid hasanatan wa fil hasanatan wa qina azabannar bir rahmetinga yardım. Amin oğlum Allah kabul et. Amin, kabul etsin. Duaga kol jaygan kişilerin de Allah kabul etsin. Kallarımız orduza oturamız hürmetli ağayın. Осы Оразымбек атамыздың, Күләй анамыздың ұлы, 3-ші ұлы Әбубәкір атамыз бүгін қазір микрофонды бер, мен де бір сөйлейін, әке-шешеге айтайын деп жатыр. Қалғанымыз 10 минут бері көргізсе, қалғанымыз отырайық, мына кісінің бір сөзінде тыңдайық. Алла қабыл етсін ағай. Ассалаумағалейкум, құрметті ағай, құлағы жеп жатқанда, ауылдастар, сіздерге бүгін әкеміздің 100 жасы, анамыздың 90 жасы, қарай жинап отырғандарыңызға рахмет. Сонымен қатар сіздерге өткеніңізге салауат дейді. Барлықтарыңызға қаза болған ағай қошын жұрттарыңыз болса, қайырлы болсын айтамын. Екінші, амандықтарыңызды сақтықта бола берсін. Мынау барлығын істеліп жатқан әкеміздің шешеміздің несі бар. Осы әкеміз жастайынан кетіп, еш нәрсе қызық көре алмай кеткен. Соған қарай мына балалардың бәрі ойласып, ешқайсы тебіресін деп ас беріп жатқан Електе күні бұрынғы әкеміздің көзін көрген, шешеміздің көзін көрген, көне шарықтыдағы халқыма еліме рахметімді айтамын. Біздер жастайымыздан қалғанымыздан кейін, әкеміз жас кезінен қайтыс болғаннан кейін шарықтының адамдары көмек ретінде көп қарасты. Әсіресе айтатынымыз фермерлер жаңалай қуанып фермер болды. Онан кейін жауынбай келе құдамыз фермер болды. Осы кісілердің бәрі көмек беріп бізге көп жәрдем берді. Жастайымыздан үлкен ағамыз трактайды, онан кейін бәріміз трактайды. Тоғыз баласынан біздер сөйтіп кешке істеміз бар. Одан барды және өлім жұмақтар әкеміз қарсы Оразымбек 1926 жылы 1977 жылы елдің қошташы болып еткен қызмет кешелік қызметіме айналысын 36 жылы туып 2004 жылы қайтыс болды. Еңбегімен жалпыға жасап қызмет қаладық тәбет қалды. Оразымбек ұрпақтары өсіп өнген әке ана атандырған ғалымдар үлкенірек таңдағы алғаш көрген қанаттай Әбубәкір алып көрген ата болып немереден қызын көрген Нұрсұлубек Нұрсұлу екі қызын Құрбан мен Нұрлан іздейді. Тілегі қабыл болып бата берген, анама тоғыз қосақ бала берген. Мұрадин Жангелдин мен кенжелері бүгінде немересін жетелеген. Осылай ақырға ой көңіл қостық. Қарындасы ағасынан тәте өстік. Әкеден ерте қалып анамызбен еңбектің біздескенін көзге естік. Қалды Саққозы екінші фермасында, Шарықта ауылының шаруасында қолғабыс беріп жүріп еңбек еткен. Ер жеттік анамыздың арқасында сезбей де қалдық сол күні өткеніне әр кезеңнің өмірдің өткенінде білім алып
Ayol ustalardan Yuri Göbek Mektebi, internat mektebinde Ümit artıp şartlık konu atlarına, yenbekten tanalım yen katarına, kıymasıklar oğlu ve analarımızda çağırıplar, inancının saparına, bakıp orada köylü, Allah kollagan övülesinde utaklarımız olgan, egemeli yerin tanıştığında şükür deyimiz, yavrularını var takan. Rahmet, niyet kabul olsun, burada asıl olsun. Berip жатқан sadakalarımız layık kabul olsun. Қожа келді көкеміз бар екен. Сәбит қожаның інісі қожа келді, есімді қонақ осы жерге келіп отыр екен. Келсін ортаға. Қожа келді көке. Сәбит қожаның інісі дейді. Сізді арнайы шақырып жатыр. Қожа келіңіз. Саламат, құрметті халайық. Мына жаңағы ажамыз бәріміз маған шабын жолыңызға рахмет. Орамал тон болмайды, жол болмайды деген. Жерде бір қожалар ортаңнан алып кете береді. Сәт келген сол жерде шауып кетеміз. Ал енді мына кісі бар ғой, алдақтамады. Дөңгелекте Құралбай деген ағам болған. Совет бар руы. 40 жыл келмен болған. Соның қожа келді үлкен баласы. Серік деген баласы бар. Отпар. Отпардың жоқ жет. Сол үшін соның мына ініме жапсам. Қожеке, мүмкіндік. Гамбірттен, гапірден деген қожеке мына сыйлағаны үшін рахмет. Алла сыйласын сізді. Едемек сөздің реті келді, міне атам мен әжеме білгенімізді, ізге ниетімізді білдіріп кеткен жөн көріп тұрмыз. Оразымбет атам мүмкіндік қожеке. Шамасы 36 жылы дүние көрген болса, дүниеге келген болса, менің әкемнің ағасы Тұрар атам мен түйедей құрдас екен атамыз, Күлай әжеміз. Едемекпіз. Ассалаумағалейкум жақыннан жиналған ағайын туыс бауырлар. Осы атамызбен, Оразымбет атамызбен Күлай әжеміздің көзін көрген үзеңгі жолдастары, жеңжаттары, көршілері, баршаңызға рахмет. Бүгін атамыз бен әжеміздің аруағы баршамыз үшін жар болсын. Атам қазақта айтқан, адамзат ұрпағымен мың жасайды. Міне Алла көпшінбесін, міне бауырларымызды көріп отырмыз. Бұның себебі табысқа молды екенмен Көшербай ағама рахмет. Біздермен табысып, танысып, балдарыма рахмет. Осы өңір, Тамды өңірі, Шүктік өңірінде атчоқ тойларда келіп, ағайыңыз деп балдарымен табысып атып жайымыз бар. Бүгін біз дөңгелектен представитель сонша келе алмаған ағайындарыңыздың атынан баршаңызға сәлем доғайда доғай. Бабамыз Балқыбазардың сөзі бар. Осы жердегі Қанат ағама рахмет. Алмастың жүзі мұхалмайды, зорын бір тауып сынбаса, жақсы адамның баласы бір күніңе жарайды, кезім бір келіп шындаса деген. Міне қайынша ағайын туыстың басын қосып, ойда ақырдағы ағайындарымыз аман болсын. Не демекпін? Баршасына Алла ұзақ өмір, зор денсаулық баянды бақыт берсін. Міне еске алу бүгінгі той, burada той. Бұл өте орынды, үлкен орынды жұмыс ағайындар. Баршамызға осы той жұғысты болсын, жалғасын таба берсін. Бауырларымыз аман болсын, бір Құданың панахына тапсырамыз. Қайда жүрсе аман болыңыздар, баршаңыздың жұмыстарыңызға табыстар тілеп, Алла осы отырған келіндер, балдар, қарындастар, баршасына Алла ұзақ өмір, зор денсаулық, баянды бақыт болсын. Бүгінгі мына атамыздың асы қабыл болып, мұраттар бауырларының асыл болып, ұрпақтарымыз, келешектеріміз көбейе берсін. Алла баршасына ұзақ өмір, зор денсаулық беріп, бір атанасын құрметтеп, ағайын туысына қадіріне жететін, бір дәулет сұрайтын insanдар болсын. Баршасы палуан болсын, бұл батыр тұқымы біздің. Жүздің бәрі батыр жігіттер, қызылы, vicdanlı болсын бәрі. Allah істеріңізге береке берсін. Söz бергендеріңіз үшін рахмет. Allah қаласа аманшылықта, жақсылықта осында тойларда бас қосып отыра берейік. Рахмет. Жеріме рахмет. Жер бүгіннен мен үшін біреуге көбейді. Құда қаласа. Руслан Палуан,
Kartasın Palvan, Döngelektік Ruslan Palvanның әкесі. Менің ағасым Қожекеңе шапалақ бар ма? Рахмет, қайтқаныңыз келсін сізге де. Амада жігіт саған да рахмет, женім біреуге көбейді, ояқта Қызылордада жеңдер көп. Біздің Кеңгербек баба сояқта қалған кездерде ол адам өлтіріп келген бұлардағы. Құда қаласа жаңа ұрпағымыз, саған да рахмет. Ер жігіт ағашына татады деген. Рахмет сізге. Шапалақ ұрпағымыз. Рахмет айтқаныңыз. Келіңіз. Мінеке құрметті ағай, шаматыңыз сақтап енді осы Оразымбет атамыз бен Күлай анамыздың қызының да бір жасып келгендері бар екен. Сол кісіні тыңдайық. Одан кейін сырттағылардың бәрін ішке жайғастырамыз. Бес бармағымыз тартуға дайындаламыз. Шаматыңыз сақтаймыз. Не бүгін жинап келген жамағат, баршаларына сәлем бердік. Аттанды анамыз бен әкеміздің ас беруге жиналғандарыңызға рахмет. Мен кішігірім өзімнің бір ойымда қалған, есімде қалған нәрсені айтайын деп едім. Өткенде еске алсақ, алыстағы еріксіз қара көзге жас келеді. Әке шешем елестеп бала кезді көңіл-күй төмен түсіп мұң ереді. Бала едік асыр салып ойыл құрған шарықта аулы еді мекеніміз. Кенеттен қайғы түсіп басымызға әкеден жастай қалдық 9 ұл қыз. Бір Алланың ісіне амал бар ма? Жылап сықтап біз шулап қала бердік. Өскен өмір әкесіз қиын екен, әйтсе де жылдар өтіп көре бердік. 18-де еді ең үлкен ағамыз, ең кіші ініміз бір жас деді. Еңбекқор анамыздың арқасында жетілдік көрмедік қой біз бәріміз. Бүгінде жеке отауымыз 9-ымыз, ата-ананың өмірі жалғасуда. 33 немере мен шөбере ізінде шөпшекке ұлас. Жан биыл 100-ге жетті, әкетайым 90-ға толды бұның анасында. Бір өкініште ете кетті бұл өмірден, төбемізге көтеререк тірі болғанда. Ана қиын болды тағдырлары, бірақ та жаман емес арт жақтары. Әке шеше ризамыз біз сіздерге, лайын торқа болсын топырақтарың. Алдынан арқашында алла жарылқап, шат болсын әзіз жаным әрбақтарың. Жатқан жерлерің жайлы болып, жарық болып, пейіштен төрінен болсын орындарың. Рахмет, тыңдағандарың. Рахмет. Алла жарылқасын ата-аналарымыздың, рахмет баршаларымызға. Амансыңдар ма бауырларым, алыстан келген, жақыннан келген, алыстан ат артып келген бауырларым, қанаттарыңа нұр жаусын. Бүгін ата-аналарымды еш қалып, Ербатыр екесіндер құда жолы қабыл болсын. Балдарына қалған өмірлерін балдарына берсін. Бала шағалы болып, немере сүйіп, шөбере сүйіп, көңеріп, көктеп, көбейе беріңдер. Мен енді танымал, жеріміз алыс болды, солымыз бөлек болды, танымай қалған шығарсыздар. Мен мынау мәдениет совхозында Оқан деген атаның қызымын Сәлем халқы. Танысады, естігендерің бар шығар. Жандарым қабыл болсын, ата-ананың еш қалып, осы қалдықтарыңды жинап осы пәтесін алып атыр екенсіңдер. Әрқашан өмірлерің ұзақ, дендерің сау болсын, ат артып, көш өртіп, өйстіп келе беріңдер. Көшербайжан, мына беріп атқан құда жолдарың қабыл болсын жандарым. Ағайын туысы жинап, басын қосып атыр екенсіңдер. Аман болыңдар, өйстіп әрқашан елге қадам басып келе беріңдер. Алыстан келген бауырларым, аман болыңдар. Атым Салиха, мәдениет совхозының қызымын, Боқан деген атаның қызымын. Мынау сіңілім, нақ сіңілім саңыз. Құрметті ағайын туыс бауырлар, халықты жинап, ағайын туысты жинап, ас беріп жатыр екенсіңдер, қабыл болсын, мұратарың асын болсын, әрқашан Алла қабыл етсін. Мына қанатжан айналайын, құда жолдарың қабыл болсын бәріңе де. Осы өсіңдер, өліңдер, өздерінен көбейіңдер, осы әруақтар риза болып, осылар жебеп жүрсін. Әрқашан өсіп өніп, үрлі шүрлі болып, көре беріңдер, сендердің өсіп жүргендердің өсіп жетеді. Қуаныштымыз. Өріп атымыз міне, Қазақстан, Өзбекстан аман болсын. Әрқашан аманшылықта жүздесе берейік, жақсы күндерде. Дендерің сау болсын. Жолдарың қабыл болсын. Мен өзім атым Бақтығым, мәдениеттен Нұқман деген Сәмет Қағамын қызымын. Бауырларым, бауырларым. Ассалаумағалейкум. Алыс жақыннан келген ағайын туыс бауырлар.
Buna bir arkadaşlarımız kabul olsun. Bizden de son Samet Çakılganlarımız Gaziyetçi Derbeyn en aksa Kalkıngalası'nın Samet Kurum'un Uzmat'ın Yırgali Buna Burun Yırgali Kanıtlayıp bugün keli olduğumuz Kanada'ya jaslarıyız. Buna yol kabul olsun. Muratların nasıl olsun. Yarmarlarımızı yetebiliyoruz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini vatandaşlarımızdan atamızın sözleri. Salamlarımızı olsun. Nah, Allah'tan atamızın sizlerin toplanmasını yapalım. Yerinde ona erkeğimizin kültürü kazanın anlamız bu. Sonrasında şimdi ülkede tancalara getirmiş bu. Sınavköyümüzün kalsak beklemez diyesin. Ama saraylar bu. Sonun yakınında bir silah. Erkeğimiz haytandan giyin soğuksunun. Aytlarını meczurup. Şimdi bu erkeğimiz haytandan giyin. Anamız bizlerge soğuk ol. Çatal ol. Anamın annesine gönüye bu. Anamızın arkadaşlar olsun diye görüyoruz. Anamızda Kurban Kısağı'nın yaptığımız yeri olsun. Kısağı'nın torbamız Atanamızın erbabı şart olsun. Ruhun Kur'an'da olalım. Allah'ın Hakim'in İzmir'e değil kasında uzun oluyor. Biraz bir sektörün kendi tuhaflığı tanıyor. İşini bu. Ve sonunda artacaksa bu hakimimizin görmediğini alamız bu. Hani belirsiz, şöylesiz. Ama da sürekli yoktan çalışma vermek insan. Aslında rahmet gerisini kıymeti bakmamalı. Rahmet, tanışmanız mol olsun. Енді жалғасып Сәмет бір-біріңізді іздеп ауыз мүшкеттеріңізді аямаңыздар. Қазақстанға, Өзбекстанда болсақ та ауыз мүшкеттеріңізді ажыратпаңыздар. Келіңіздер. Ағайын дос бауырлардың қонақасыда бешбармағымыз дайын болғандарыңызға қатты шақырып.
астарыңыздан да болсын ардақты ағайын. Беріп жатқан қонақ асы осы халыққа деп алдарыңызға таратып жатыр. Астарыңыздар. Мен енді осы ортаға бүгін енді еске алу кешіліп жатырмыз ғой. Бүгін көшелек қызы Күлай әжемізді еске алып жатырмыз. Сол Күлай әжеміздің немере сіңілісі арнайы Қазақстан Республикасы Қарағанды облысы Теміртау қаласынан келіп отырған әжеміз бар. Сол кісіні ортаға шақырайық. Рұқсат болса қол қосып қойыңыздар. Келіңіз әже, Күлай әжеміздің немере сіңілісі ортаға келсін. Менің де айтар бір-екі сөздерім бар деп жатыр. Шамақтымызды сақтаймыз, әжемізден тыңдаймыз. Бұның жинағы жатқан қалайық. Мен өзімді таныстырып өтейін. Осы Күлай апаның немере сіңілісі болам, балдардың нағашы жағынан. Мына жиналып отқан қалайық. Туыс, жекжат, құда, андалар, бауырлар, балдары, келіндері, қыздары, немерелері, барлығына осы құда жолы қабыл болсын. Апам мен жездем бұрыннан аунап жатқан шығар, риза шығарсын деп. Елім сендерді қорғап жата берсін. Жандарым, барлығында үйлердің отбастары аман болып, барлығын бақытты сүрия болып, осы көне беріңдер. Қабыл болсын балдарына, қыздарына бәріне рахмет. Осы мектепке досты басқан ағайын жұрттарына да бәріне рахмет. Рахметтен басқа не айтамыз? Рахмет жандарым. Осы көне беріңдер. Рахмет айтқаныңыз келсін. Орнымызға отырамыз. Немере сіңілісі деп жатыр. Рахмет әже. Отырып алыңыз дастархан басына. Ассаламалейкум, құрметті қонақтарым. Сіздерге Алла разы болсын, бізді сыйлап қасымызға келіп жатқан. Рахмет баршаларыңызға. Мен осы Оразымбеттің кенже ұлымын, атым Жангелді, танымағандар болса. Соны бірінші Алла, екінші мына бауырларыма рахмет. Осыны ойластырып, сөйлесіп, ақылдасып, ас береміз деп жиналғанымыз. Барлықтарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Қазақстаннан келіп жатқан ағам мен жеңгем бар, Таңат ағам мен Майра Күзікшем. Нағаш апам бар. Ол кісілерге де рахмет, ел асып келіп отқан. Не дейміз? Барлықтарыңға үйлерінде той мереке болсын. Бұл енді ас деген той деп ойлаймыз. Кезінде деген ас бергенде ат шаптырған ғой. Енді бізде ондай бәріміз Қазақстанда болғасын ойласамадық па, бірдеңе болдық әйтеуір. Осыған да сіздерге ризамыз. Аман болыңыздар. Үйлеріңізде той болсын, бақыт береке болсын. Ассалаумағалейкум, ағайын туыс бауырлар, ағайын құда жекжаттар. Мінеге сыйлап келгендеріңіз үшін үлкен рахмет. Біздерді осы әкеміз ерте айтқанбыз. Әкеміз 45 жасында қайтыс болған. Ал ешқандай қызықты көре алмады ол кісі. Аллаға шүкір, одан кейін біздің өсіп өнген інілерім бәрі аманымыз. Құдайға шүкір болғанда дейді. Шешеміз осы біздерді, осы жағдайға еткелі шешеміз біздерді. Сезонный жұмыстарда істеді совхозда. Оған кейін совхоздағыларда енді әкеміз қайтыс болғаннан кейін совхозда істеген, көз көрген ағайындарды біздерге де көп жәрдем көрсетсе өздері. Ең үлкен мені тәрбиеледі совхоз, асқан совхозда. Оқытты, кейін тракторист болдық, істетті, одан кейін шофер қалды. Алды жасымыз жетпегенде сезонный орауыш болып істедік арасында. Содан міне Құдайға шүкір, жаман емес, бауыр болып бәрі Алланың тігеді. Сонымен бірге мына інілерім бар, келіндерім бар, қыздарым бар, қандастарым бар. Барлықтарына да рахмет. Осындай ұйымдастырып, міне осындай жағдайды істеп келіскенге. Оның бер жағында тамада інім баласында не болады? Жием бар.
осындай жерлерімізде аман болсын. Қызметіге рахмет. Өйсіп той басынан жолдарды басқарып жүре бермесін. Еліміз тыныш болсын да, еліміз тыныш болса, бәрі де аман болады. Осы рахмет те балдар інілеріме бәріне де. Көшеге ағамыздың балдары аяғынан тік тұрып қызмет қылып жүр ғой, енді көріп жатырмыз. Үлкен ағаларымыз келіп жатыр, мен әке шешемізді сыйлап жатыр. Тәкен, мәкен дегендер. Бұл кісілерге де рахмет. Оң болыңыздар, сау болыңыздар, шаршамаңыздар. Өйстіп той, құда жолда өйстіп жүре беріңіздер қыдырып. Құрметті қонақтар, бүгін мінекей осы уақыттарыңызды бөліп бізге келіп отырғандарыңызға үлкен рахметімді айтып басымды иемін. Осы мінекей бүгінгі атамыздың 100 жасы, енеміздің 90 жасы осы балдар ұйымдастырып мінекей. Осы солардың ішінде ең кішкентай қайным Жәңгүнге рахмет, Клара келініме рахмет. Осы жердегі қайным Шираға, қайныма барлықтарыңызға рахмет. Осы рахаттағы қайындарыма, қайнаға барлықтарыңызға рахмет айтып басымды иемін. Сіздердің де келгендеріңізге рахмет. Үйлеріңізде той болсын, әрқашан тойда кездесіп жүре берейік. Осы ата-енеміздің әруағы, осы балалардың немере, шөбере, шөпшектерін әрқашан қорғап жүре берсін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Үндікетті қосып кетерім бар еді. Міне, мынау жиен, саған да рахмет. Осы бізді елді өзіңе қаратып, одан видеошы жігітке де рахмет. Сөзімді жерге тастамай, Қазақстанда жүріп хабарласып, не болды, алдамайсың ба деп. Аллаға шүкір келді. Екінші, көшекеңнің балдары бірінші Кедебайға рахмет. Жүгіріп. Құттымұрат аға, Бодыбай ағамның балдары, Сәкен Нұрғазыларға рахмет. Осы барлығын бізбен бірге араласып жүгіріп, қызмет қылып жүрген. Ол және Бағдат, Шира жеңшем, Қанат аға бәріне рахмет. Осы Өзбекстандағы жұмыстың бәрін осы кісілер бітірді. Біздікі ал жақта команда беріп отыру болды. Өткен себебімізде алыс болды. Сол үшін барлықтарыңа рахмет, Кедебай. Тек тойда кездесейік, жылына болмаса да 2 жылда бір кездесіп тұрайық, сәметтер. Рахмет жәге сізге де. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет, осы сізге тәнті болдым. Далбайдағы ғой, ешкіден мал болмайды, жеркеден ас болмайды, жиеніне ел болмайды дейді. Жеркеден ас болады, наға жеге мойынды басқарса, ешкіден мал болады, қойынды басқарса, жиеннен ел болады, тойынды басқарса. Рахмет, мен шынымен жұмыстан жауап келдім. Мен әкемнің бір ауыз сөзін жерге тастаған келмеді. Бірі Шира әжем айтты. Сен келмесең болмайды жиен деді. Мен жұмыстан жауап алдым. Әкем айтты, ей, шешеңнің туысқандары бармасаң болмайды, ананың ақ сүтін ақта дегесін. Әкемнің бірінші Алла, екінші Шира әжем, үшінші әкем айтқанмен келдім. Әкеме мен рахмет, дұқы бар әкемді. Сонша сәметтің ортасында отыру, анамнан күйеуге туыр келмейді. Рахмет, шапалақ ұрып қойыңыздар, жәке сізге де рахмет. Енді ортаға Көшербай атамды шақырайын. Осы сәметтердің үлкені деп, осы қонағасымызға сөйлестірмесін. Тоқ келе беріңіз Көшербай ата, сіз де келіңіз, Шира әжемді сөйлеп қосып жіберейін деп жатыр. Бүгін ел халқыма, ағайын туысыма ризамды білдіремін. Азғантай уақыттарын бөліп осы құда жолымызға келіп, ниеттеріңізді білдіріп жатсыздар. Ата-енеміздің рухы риза болсын, балдарымызды желеп, балдарымыздың әйтеуір тілегін тілеп, осы әруақтар риза болса, біз ырзамыз. Әруақтарымыз балдарды желеп жүрсін, тие берсін. Балдар қайныларын бәріне де рахмет. Осы әруақтар риза болсын деп келіп, қатын қылып жатсыңдар. Барлықтарыңызға ырзамыз. Жиен саған да рахмет. Қайынға да рахмет. Өзім любой мен жақсы көретін қайынға рахмет. Аз жаме кеткен. Рахмет. Болдық ба? Ал енді рұқсат болса, берген қонағасыға беш бармақтың бір асын қайырып, осы қазір сәметтердің үлкені деп елеп ескеріп Көшербай атамызды шақырып отырмыз.
Қолымызды жаямыз, жастар орнымыздан тұрып, әуелін аладан көшіріп атамыздан бір ақ бата тілейік. Илахи амин, ата көзіңізден. Мен батамды берейін, үстем болсын берейін, әр уақытта үйіңе қызығыңа келейін. Жалға балға жат болсын, қыдырдар бақ болсын, тәңір берген несімен несі емес нақ болсын. Күндейінде қуаныш, көңілдерің шат болсын, кім жаманды ойласа, шын бәлеге тап болсын, үйіңнің әрбір бөлмесін, молы қуаныш кернесін. Ұл мен қызың ер жетіп білімге ұлас сермесін. Қарындарың тоқ болсын, қайғыларың жоқ болсын, бала-шағаларың аман болсын. Тыныштың ағыл-тегіл заман болсын, жастар бақытты болсын, өмірлері қызықты өтсін. Жастары жүзге жетсін, беріп атқан садақаларың қабыл болсын, мұраттарың асыл болсын. Аумин. Bismillahirrahmanirrahim. Аса қамқор мейірімді ерекше Алланың атымен атым сағыр дуамызды Арсақолы Оразымбет атамыздың көшеде қызы Күләй әжіміздің рухына бағыштаймыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك أما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة حافظون أولئك الله هدى من ربهم وإليك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من زلزل يشفى وإنه إلى بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فهم ولا يحيطون بشيء من ملك علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا أيديهم حفظهم وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر حرما ما أنذر آباؤهم فهم غفلون لقد قط الحول على أبصارهم فهم لا يؤمنون إن
جعلنا في نحك مغلظ خيف إلا الأزنك فهم مخمخون وجعلنا من بين أدهم السدا ومن خلفكم السدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأصحاب عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر حشر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة بأجر كريم إنا نحن نحيي المحت بمحد والسرك كل شيء أحصيناه في إمام مبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر فأل ربح بأصحاب الفيل ألم يجعل حيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمي بقجرات من سجل فجاءوهم كأسف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولا إله ولا حمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وحب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وأهدني وأيدني وأفيخنا إلا الحق إلا ترمح مستخر ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمات حبيبك وأرسلك الكريم يا عفو الله يا رحيم يا عفو الله يا رحيم يا اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وأكرمك وأكرم الأكرم الرحمن الرحيم اللهم زنت بزنة ختم القرآن وألبسنا بخلات ختم القرآن وشريفنا بشرفات ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن
وأرحم جميع أمات محمد بحرمات ختم القرآن العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا إمامنا خراتنا قدراتنا قوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تحمل منا انقسم عليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الرحمن الرحيم القدوس الملك لا إله إلا الله والتحية لا شريك له وله الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. يا жаратушым, жарылғашым, рахымды, мейірімді, көруші, білуші, жоқтан бар болушы Аллахым. Алланың разылығымен бүгін оқылып жатқан Құран аяттарын сауабын, ішке жегенде хан сауабын, оқылған қатымса ардымамыздың сауабын, үмітте болған ата-бабаларымыздың рухларына бағыштадым. Бүгінгі дуаға қол жауатқан кісілердің үмітте болған ата-бабалардың, аған туыс бауырларын рухларына бағыштадым. Күннің көзінде, жердің жүзінде ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулаллах деп өткен мумин мұсылмандардың рухларына, барша пайғамбарларымызға, сахабаларымызға, әулие әмбиелерімізге, шахидтерімізге бағышладым. Адам Шахидулла, Нух Набидулла, Ибрахим Халилулла, Исмағыл Салилулла, Иса Муса Каримулла, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллам пәттігіне, дін исламның пәттігіне баш. Арнайы церквіне арамыздан бақиле болған Қарсақылды Оразымбет атамызды рухіне, көшелерімізді, күләй әжемізді рухларына бағыштадым. Я Раббым, Алла алдына жарылған жайлары жәннат ақырабат болсын. Садақаллаху лазим, Алла тағаланың жолына беріп атқан қари садақаларыңызды Раббым Алла қабыл етіп, екі дүниенің нығметіне бақытына бөліп, отбасыларыңыздың амандығын берсін. Алла разы болсын. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله razı olsun. Ahmet ағайын 100 жылдық астын еске алу асы деп жатыр. Берілген садақалары отбасы шараларына қабыл етсін. Тек жақсылық тойларда кездесек, құрметті ағайын. Қош сау болыңыздар, келген қонақтар, ұйымдастырған қонақтар, қызметте жүрген қонақтарға Алланың нұры жаусын. Тек жақсылықта тойда кездесіңіздер. Рахмет баршаңызға.